Менің күйеуім дейді, бір кісі әйел жазады. Күйеуім, балаңа памперс алып келсей десем, мен кеше әкелген, бүгін сен әкел деп айтты дейді. Осындай мысал бар ғой менің дайректімде мынадан. Просто қазір суырып салып біреуін айтып отыр. Енді бұл сенің өзіңнің балаң. Жігіт жұмыстан шығып қалған шығар, бір әртүрлі жағдай болған шығар, өмір ғой енді, жарайды. Жігіт емес, әзірге бір әйелі ғана жұмыс істеп жүрген шығар, өмір болған кейін әртүрлі жағдай болатын шығар. Бірақ міндет қып, кеше мен әкелдім, енді сен әкел деген болмайды ғой енді. Айналамызда отқан оқиға осы. Және онымызбен қойылмай әкіреңдеп, оны ұратын болсақ еще. Осындай ма көн дейтін болсақ оған. Енді тұрмыстық зорлық, зомбылық шығар енді бұл. Сен егер балаңды асырап отсаң, памперсін әкеп отсаң, тамағы тоқ болса, көйлегі көк болса, сенің әйелің өзінен өзі бір ұрыс шығарса, енді ол басқа әңгіме шығар. Бір ғана деталь, жай кішкентай жөргек несін әкеп бере алмай отыр. Немесе алиментін төлемей жүрген жігіттер қаншама. Осындай хаттар менде көп ақ. Және алимент аз төлеу үшін бір жаңағы пенсионныйдан ба бірдеңкемен технически істеуге болады екен ғой бұны. Болмайтын ай сайын бірдеңке түседі дейді. Негізі оның табысы, бизнесі дүрілдеп жүріп жатыр дейді. Мен үшін емес, сен өзіңнің кіндігіңнен туған балаңа берсе ақшаны, қыздар жазады. Жоқ, бермейді, өзі ана жақта шиковать етіп өмір сүріп жүр.